Алла елшісі Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламның жүзінен қуаныш байқалып келеді. Бұны көрген сахабалар: «Уа Алланың елшісі, жүзіңізден қуаныш көріп тұрмыз» дейді. Сонда пайғамбар маған періште келіп: «Уа Мұхаммед, Раббың әмір етті. Үмметіңнен саған біреу салауат айтса, мен оған 10 салауат беремін. Үмметіңнен саған біреу сәлем айтса, мен оған 10 сәлем беремін. Осыған разысың ба?» деді. Пайғамбар әрине деп жауап берді. Менің атым Фатима. Әкем ардақты пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламның сүйікті қызы Фатиманың құрметіне қойған. Ал бұл менің ағам Дін Мұхаммед. Ол Құран оқығанды өте қатты жақсы көреді. Бүкіл Құран сүрелерін жатқа біліп, қари атағына да қол жеткізген. Анам болса бізге тәтті тағамдар пісіріп, ұйықтар алдында ертегілердің орнына Алла елшісінің балалық шағын айтып бергенді ұнатады. Дін Мұхаммед, Фатима, келіңдер тамаққа. Мен әкем мен анамның еш ренжіскенін көрген емеспін. Өйткені олар пайғамбарымыз мейірімді болуды үйреткен дейді. Сол үшін мен сені қатты жақсы көремін, ардақты пайғамбарым. О Расулалла, сенің көздерің нұрға толған, жүзің күн сияқты жарқырап, құшағың аспан сияқты кең болған деп ойлаймын. Осындай көркем мінезді мінсіз күлкіні қалайша сағынбаймыз, я Расулалла. Мен сені ешқашан көрмесем де қатты жақсы көремін, ардақты пайғамбарым. Ассаламағалейкум. Көрші? Уағалейкум ассалам. Қалайсың көршім? Жақсы. Свежий бір анекдот шықты. Қазір өзім шығардым. Айтып берейін ба? Айтып берші. Бір қоян жүгіріп келе жатып, шұңқырдан секіріп өтіп, анекдоттың бытшын шығарды. Ай көршім ай. Қалайсың, жақсың ба, аман есен? Шүкір жақсы. Өздерің қалайсыңдар, көрінбейсің ғой? Көрінбейтін көйлек киіп ағам ғой. Баяғы әзіл ғой, баяғы. Көрші? Ау. Үйіңізге соңғы кездері банк қызметкерлері жиі келгіштеп жүр ма, қалай? Ей, сол қорғыр кредит қой. Уайымдама, құрғыр бітеді ғой. Көрші, сен бар ғой, болашақта бар ғой. Байып кететін сияқтысың. Мен жүрегім солай сезіп тұр. Жүрегім айтпайды айтады. Ай көршім ай. Байып кетіп, қолдан қолға тимей, қол босамай, джиптен джип, машинадан машина ауыстырып, дәу коттеджде тұрып. Аузынамай. Бірақ ол арман ғой. Арман деп жүре беруге болмайды да енді. Сол арманды мақсатқа айналдыра білу керек та. Көрші, кейін миллиардер болып байып кетсең. Жаман машинаңды маған беретін жерсің, Ай көршім. Қалаға ма? Иә, соңға бару керек еді. Жайша ма? Кезек күтіп тұруға бару керек еді. Жүр онда. Сонда свежий анекдот шықты, айтып берем. Жарайды, жүр. Ассалаумағалейкум. Ақтілек Қозыбайұлы. Сен кімсің? Мұнда қалай кірдің? Менің есімім Жансейіт. Қабылдау бөлмесінде ешкім жоқ екен. Содан кіргенім ғой. Кешіресіз. Не шаруамен келдің? Мен бизнес жоспарын әзірлейтін экономист маман едім. Сіз басқарып отырған корпорацияның өсу динамикасын толығымен зерттеп, алгоритм жүйесі бойынша бір керемет жоспар әзірлеген едім. Ақтілек Қозыбайұлы, өтініш қолыңыз бос болса, қарап шықсаңыз. Сен сияқты мына экономист сымақтар
күніге менің табалдырығым тоздырады. Менің корпорациям бір жүйеге қойылып қойған. Сенің мынандай арзан жобаң маған түкке де қажет жоқ. Бар енді боссын. Кешіресіз. Алло, Ерболат, неге осы даладағы қаңғыбастардың бәрін маған жібере бересің? Мен саған айттым емес пе ешкім жіберме деп? А? Аға, мен ұстаңыз, құлап кетпейін. Құлап қалма, жақсылап ұста. Балаларым, сендерге ардақты пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламның бір қызықты хадисін айтып берейін бе? Әрине. Иә, Акетай, айтып Келіңдер, беріңізші. отырыңдар. Бір күні Алла елшісі, оған Алланың игілігімен сәлем болсын, адам денесінің 360 буынына күнде садақа беруді айтқан. Машалла. Сонда тыңдап отырған сахабалардың бірі: "Уа Расулулла, әрине садақа беруден қашпаймыз. Бірінші, екінші күні береміз, ал үшінші күні бар жиған тергендеріміз таусылады ғой" деген. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам әр күні таң намазынан кейін 5 намазына дейінгі уақыт аралығында дұға намазын оқитын болса, Алла тағала сол күнгі 360 буынына садақа бергенмен тең болады. Және сол күнгі еңбегіне мол табыс, береке беріп қояды екен. Түсінікті ме қызым? Сүйінші отағасы. Біздің Фатимамыз Алла тағаланың 99 көркем есімін жаттап алыпты. Рас па? Рас. Машалла қызым. Акетай, Ақылдым мен. Аллах тағаланың 99 көркем есімін жаттаған, оның мән мағынасын білген адам міндетті түрде жәннатқа кіреді деген хадисі бар ғой. Әрине ұлым. Онда әкешім, анашым тыңдаңыздар. Аллах, әлемдердің жаратушысы және иесі. Ар-Рахман, аса рахымды және мейірімді. Ар-Рахим, мейірбан және аса мейірімді. Айттым ғой енді бәрін төрлаңдар деп. Қызықсыңдар сендер. Жарайды, кейін хабарласам, бәрін дайындай беріңдер. Тыныштық па жігіттер? Бұл енді менікі болады, бауырым. Сендер 2 сағат уақыт тез жиналып ұзатыңдар. Тәліпбек Наққанұлы, сабыр етіңіз. Бұл кісілердің оңай емес қой. Сіздердің банк алдында 9 миллион теңгедей қарыздарыңыз бар екен. Біз сіздерге бірнеше мәрте хабарлама жолдаған болатынбыз. Сонымен қатар мәжбүрлі түрде үйден шығару сот шешімі. Шыққан сот шешімімен таныс болыңыздар. Бір апта уақыт беріңізші. Қайдағы бір аптаны айтып тұрсың? Тез босатыңдар. Жарайды. Ең құрғанда ертең кейін уақыт берейік. Жарайды, жақсы. Бірақ ертең мына жерді жермен жексен қылам. Босататын болыңдар. Маң үстің қабатына букмекерский қылсам, астың қабаты сауна болады. Ар жағын көре жатармыз. Жарайды. Ертең босатып қоятын болыңдар. Алло. Иә. Қазір ғана сатып алған объекттен шығып келедір. Жетіп қалам, кейін айтам. Жарайды. Саған айтым ол қазір бар. Ешек ақшаны салып жіберіңдер. Уағалейкум. Ойланбайсыңдар сол, елдерік салмайсыңдар. Отағасы, А? еш ренжімеңіз. Бұл да Алла тағаланың бізге жіберген сынағы шығар. Жақсылықтың бәрі әлалда. Иә, анашым дұрыс айтады. Әрине. Дұрыс айтасың. Қызым, сен неге жылап отырсың? Акетай, біз енді қайда барып паналаймыз? Жылама қызым. Жаным сол. Қызғалдағым мен. Жыламайы. Біздің панамыз ол Алла тағала. Алла тағала өз панасындағы пендесін ешқашан үйсіз күйсіз қалдырмаған.
пайғамбарымыз Мұхаммед, Алла тағаланың оған игілігі мен сәлемі болсын. Қызы Фатима ешқашан жылауық болмаған. Біздің де Фатимамыз жыламайды, е? Отағасы, пайғамбарымыз Мұхаммед, Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын. Бір салауат айтқан адамға Алла тағала оған 10 салауат айтады. Бізде осы үйдегі соңғы түнімізді салауат айтумен өткізейік. Аллаға сансыз шүкір. Иман жүзі жарым мен, ұлым мен салихалы қызым бар. Шүкір. Көрші, ештеңені уайымдай берме. Бәрі жақсы болады әлі. Бұл үйге тойға келеміз әлі талай. Мен сендерге одан да свежий бір анекдот шық, соны айтып берейін да. Қалай қарайсыңдар? Анекдотыңызды одан да шай ішіп отырып айтыңыз. Сөйтейікші. Анекдот сылтауға мен. Құдіретті, шексіз, рахымды, мейірімді Алла тағала біздің үйді ешкімге бермеші. Бүгін келген кісілер біздің үйді алып қойса, біз қайда тұрамыз? Ал ағам Дінмұхаммед екеуміз сабақты қайда дайындаламыз? Әкем намазды қайда оқиды? Анашым тамақты қайда пісіреді, рахымды Алла тағала? Сосын мені мектебімде сыныптастарым үйі жоқ деп мазақтайды ғой, Алла тағала. Жаратушым, егер сені ренжіткен болсам, кешірші мені. Біз сені және Хабиб болған ардақты пайғамбарымызды қатты жақсы көреміз. Білем, сен де бізді жақсы көресің, Аллахым. Әл-Құддус, өте бәк қасиетті әссәләм, есендікті беруші Әл-Азиз, аса зор қуатты Аллах. Я Аллах, сөнбейтін иман беруші, я Аллах, бізге үміт сыйлай көруші, я Аллах, жүректер тыныштық тапсын. Я Аллах, мейрәмді кешірімдісің, я Аллах, күнәм көп кеше көруші, я Аллах, қабірдің азабынан, тозағыңның отынан сақтай көр. Да, тыңдап тұрмын. Сәлеметсіз бе? Бұл Жансей Жаңғазұлы ма? Сәлеметсіз бе, е? Мен? Сізді мазалап тұрған Арарат Групп корпорациясының төрағасының орынбасары Ерболат Төлегенұлы. Сіз өзіңіздің бизнес жобаңызды бізге ұсыныпсыз. Иә, ұсынған болатынмын. Сіздің бизнес жобаңызды біздің директорлар кеңесі бір ауыздан мақұлдап, оң қорытындысын берді. Рас айтасыз ба? Иә. Тез арада біздің кеңсемізге келіп кетсеңіз. Міндетті түрде барам. Иә, міндетті түрде барам. Жақсы. Фатима, Дінмұхаммед. Ассаламағалейкум. Ақтілек Қозыбайұлы. Уалейкум ассалам. Келіңіз, төрлетіңіз. Рахмет. Сізді көргеніме өте қуаныштымын. Рахмет. Сізге өткенде дөрекі мінез көрсеткеніме кешірім сұраймын. О не дегеніңіз? Оқаш жоқ. Мен оны ұмытып та кеттім. Ай, машалла. Келіңіз, төрлетіңіз. Рахмет. Бисмилля. Кешірім өтінем. Мені мазалап жүрген бір сұрақ қойсам бола ма? Әрине қойыңыз. Тыңдап тұрмын сізді. Өткен жолы сіз осы жобаны ұсынып кеткеннен кейін 3 күн қатарынан мен түсімде ардақты пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламды көрдім. Машалла. Саллаллаху алейхи уассалам. Алғашқы күндері мен де түсінбедім. Тек 3-ші күні Алла елшісі осы жобада береке бар екенін айтты. Мен бұл ғажайып сырды түсінгім келеді.
Оның ешқандай сыры жоқ. Мен ардақты пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламды өте қатты жақсы көремін. Алла елшісіне күнде салауат айтам. Алла тағала ардақты пайғамбарға бір салауат айтқан пендесіне 10 салауат қайтарады деген. Бар болған сол. Алланың құдіретінде шек жоқ. Мына сіздің ұсынған жобаңыздың негізінде корпорация мол табысқа қол жеткізді. Сонда менің жобамның есебі туры болғаны ғой. Әрине, корпорация атынан сізге алғыс ретінде сіздің атыңыздан банктен жеке есеп шот ашып, мына қаржыны сыйақы ретінде салып қойдық. Кешіресіз, менің түсінбей тұрғаным. Бұл сіздің адал жолмен тапқан еңбек ақыңыз, қысылмай алыңыз. Және де мына бір келісім шарт бар. Бұл не келісім шарт? Осы жобаның авторы ретінде корпорациядан түскен әр табыстың 5%-ы сіздің үлесіңізде болмақ. Танысып шығып қол қойсаңыз жеткілікті. Рахмет. Көп рахмет сізге. Сізге рахмет. Ардақты пайғамбарымызға деген махаббатын оятқаныңызға. Алланың нұры жаусын. Рахмет. Ассалаумағалейкум, Жәке. Уағалейкум ассалам. Құтты болсын. Аға, Сәлеметсіз. менің шотымда ақша бар. Қазір банкке барып, бәрін төлеймін. Ой, Жансейіт, сен ақшаны қоя тұр. Сүйіншіға бар. А? Өз үйлеріңіз өздеріңізге бұйырып тұр екен. Қалайсыңды? Құлыным ау, шайын іштің бе? Қарның аш емес пе? Далаға шығып ойнап келесің бе? Құлыным менің. Енді сол бір кесапат жол апаты болмағанда сен де басқа балалар сияқты далада ойнап күліп жүрер едің. Анам да марқұм арамызда болар еді ғой. Пайғамбарымыздың балалық жағын оқып берейін бе? Қазір. Қазір құлыным, қазір. Тыңдай ғой. Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам 124 мың жамиғи пайғамбарлардың ішіндегі Алла тағаланың хабиб болған бүкіл адамзат баласы мен жындарға пайғамбар ретінде жіберген соңғы және ең үстем пайғамбар. Сүйікті құлы, ең көркемі және ең қадірлісі. Ол әлемдерге рақымдылық ретінде жіберілген. Барлық нәрсе оның құрметіне жаратылған. Ұйқыңнан шошынып ояндың ба? Түс көрдім, апа. Бұдымай, қандай түс көрдің айтсаңшы? Апа, түсімде пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламды көрдім. Құдіреті күшті. Құдайым ау. Сенің кереметтігің шексіз ғой. Жақсы нәрсе ғой бұл. Бала, Алла еншісін түсінде көру әр мұсылманның арманы ғой. Құдіреті күшті. Алла тағала. Апа, пайғамбарымыз түсінде маған ренжулі жүзімен қарап, үмбетім, сен ол шаңыраққа тиіспе деп ренжісін білдірді. Балам, егер менің тілімді алсаң, сол үйдің қарызын түгел өтеп, ол үйді өздеріне қайтарып берсең қайтеді. Алла бұл жақсылығың үшін сені де жарылқайды ғой. Иә, апа. Не болды?
Не болды? Не болды, балам? апа Не дедің? әке Я құлыным, Қайталап айтшы, құлыным. айта қой. ла ла Ля? ла илаха илаха Muhammed Resulullah. Kudretli kuştanlar tağala. Söyledi kulağına. Бұл үйге Алланың өзі шапағатын төгіп тұр екен. Енді бұл үйді қайтып тартып алмақпын сендерден, өздеріңе бұйырсын. Рас па? Рас, балам, рас. Апатай, Тәліпбек аға, сіздерге мың алғыс. Алла разы болсын. Рахмет сіздерге. Алланың нұр жаусын. Әмин. Әкетай, мына Құран кітапты бауырыма сыйға тартсам бола ма? Әрине балам, әрине Ой, балам. бәрекелді. Жарайсың. Жансейіт, балам. Я апа. Әйелің иман жүзді. Балық шағаңа салихалы тәрбие берген екенсің. Енді бұдан бұлай екі туыс болып араластырсақ қайтеді? Әрине апатай. Ендеше не тұрыс? Жүріңіздер үйге. Қане жүріңіздер. Абайлаңыз. Жүріңіздер. Айде береке бар екен. Қане жүріңіздер. Ассалаумағалейкум, көрші. Уағалейкум әссәләм, көршім. Көрші қалайсыздар, аман-есен? Жақсы. Айттым ғой мен сізге, бәрі жақсы болады дедім. Бәрекелді. Құтты болсын. Туысын, ә? Жақсы көршің, арысың деген, міне. Уәде. Сүйіншіңе, міне. Әзілдеп тұрсың ғой, ә? Жоқ әзіл емес. Уәде. Қой, ұят болады. Жоқ, ал. Маған беріп тұрсың ба сонда? Әрине саған. Жуатын болды. Рахмет. Жүр, шай ішейік. Кредит жоқ па? Жоқ, кредит жоқ. Жүр. Сорайыңды айтып берем кез. Мен сәрлем. Оны жүрші. Үйде қонақтар бар. Шай ішеміз. Ассаламуалейкум рахматулла. Ассаламуалейкум рахматулла. Әмин Аллаху Акбар. Жаратушым, елімізді аман қыла көр, я Аллахым. Күллі мұсылмандардың оқыған намаздары мен тілеген дұға тілектерін, я Аллахым, қабыл еті көр. 18 мың қаламды жаратушы, я Раббым Аллахым. Құдіреті шексіз. Бір Алла. Мына мені 9 ай, 9 күн көтерген анашымды, өзіңнің құт мекенің, Меккеге алып баруымды нәсіп ете көр, я Аллахым. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламге салауаттар мен сәлемің болсын, я Аллахым. Әмин Аллаху Акбар. Абзал, кел шайыңды іш. Жұмыстан кешігіп қалма. Кел. Анашым, мен сізді қатты жақсы көрем. Мен де сені жақсы көрем, балам. Анашым, осыдан көресіз ғой. Мен ақша жинап сізді Меккеге алып барамын. Құлыным-ау, сенің осы пейіліңе, ниетіңе Меккеге барып келгендей болып отырмын ғой. Сендей абзал ұл туғаныма Аллаға мың алғыс айтам. Жаным сол, кәне шайыңды іш, жұмыстан кешіп қалма. Айналайын. Соңғы 6 айдың қорытындысы бойынша біздің фирмамыз едәуір алға жылжып, табысымыз 86%-ға ұлғайды. Жақсы. Толығырақ Ақерке орынбасар қызы мәлімдесін. Жарайды. Расында да өткен жылдың 6 айымен салыстырғанда фирмамыздың табыс көзі 86%-ды құрады. Сонымен қатар салықтық төлемдерді де дер кезінде өз уақытысымен төледік. Аппарат қызметкерлері мен завод жұмысшыларының айлық жалақылары және сыйақыларын кешіктірмей төлеп тұрдық. Және мекемеміздің ішкі, сыртқы қарыздары жоқ. Рахмет. Керемет. Рахмет. Ақерке орынбасар қызы. Абзал Сырымұлымен тез арада комиссия құрып, осы түскен табыстың 50%-ын қайырымдылыққа жұмсайық. Құрметті әріптестер, осы жеткен жетістігіміз бірінші Алланың
шексіз мейірімділігінің арқасы деп білем, және де сіздердің аянбай еңбек еткендеріңіздің арқасы. Мынау менің орынбасарым Абзал Сырымұлы өз жұмысын жоғарғы деңгейде атқарған үшін марапаттап қоюға рұқсат етіңіздер. Абзал Сырымұлы, фирманың атынан және де барша қызметкерлердің әріптестердің атынан сізді үлкен қажылыққа, жер жәннаты Меккеге жолдама беруге рұқсат етіңіз. Қабыл болсын. Жансейіт Жанғазыұлы, күтпеген жағдай болды ғой. Не айтарын білмей тұрмын. Рахмет сізге. Жансейіт Жанғазыұлы, бала кезден арманым бар еді. Өзімнің орныма Меккеге анамды жіберсем болады ма? Жарайсың, бауырым. Алла елшісі, оған Алланың игілігімен сәлем болсын. Жәннат аналардың аяғының астында деген. Ақырке орынбасар қызы. Я? Тез арада қажылық компаниясымен хабарласып, тағы бір жолдамаға тапсырыс беріңіз. Жарайды. Ал, Абзал бауырым, қабыл болсын. Рахмет сізге. Мейірімді, рахымды, жер мен көктің патшасы ұлы Аллах тағалаға шексіз мақтаулар және екі дүниенің сардары болған Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламға сансыз салауаттар болсын. Адамзаттың асылы, ардақтылардың ардақтысы, екі дүниенің сардары, пайғамбарлардың мөрі Хазіреті Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламға сағыныш. Міне осы фильмді сізге деген сағынышымызды бөлісу үшін түсірді. Я пайғамбар, осы фильмге сағыныш көзімен қарап отырған барша үмбетіңіз бір сәтке болса да сіздің мейіріміңіздің ұшқынын көруді арман етуде. Я Алланың елшісі, жүректердің емшісі, көздердің нұры, күллі жаратылысқа рахым етіп қана жіберген ардақты Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам бұл үмметіңіздің өзіңізге деген сағынышы. Пайғамбарым, біздер мына жүректерінде сізге деген сағыныш лебі шарпыған барша үмметтеріңіз бүгіннен бастап сіздің өміріңізбен толықтай танысып, ұрпақтарына тәлімі телегей теңіз іспетті тәрбиелі де өнегелі өмір жолыңызды үйрететін болады. Я Расулалла, сағындық сізді. Өзіңізге деген сағынышымыздың соңғы сөзін Я Аллах тағалам біздердің баршамызды ақырет бағында ардақты пайғамбарымыздың жанынан жай табуымызды нәсіп ет деп тәмамдаймыз. Әмин.